Алла тағаланың Құранына көңіл бөлмеген, мән бермеген адамдар, Алла тағаланы мойындамаған адамдардың жағдайына келетін болсаңыз, иннахум ар-роббихим яума изилла махджубун дейді. Мұъминдер Раббыларын көріп тұрған кезде оларға перде ашылмайды дейді. Перде оларға ашылмайды дейді. Және олардың жүздерінде нұр да болмайды дейді. Міне келесі аятта соны айтады. Ва уджуху яума изин басира. Ал енді бір жүздер ол күні түнеріп қараяды дейді. Түнеріп қараяды. Қап-қара болады екен. Қорқынышты сәт, құрметті жамағат. Оны бүйтіп айтып жатқан нәрсе емес, өйткені Аллах тағаланың өзі де оны солай айтады Құранда. Кааннама ухшият уджухухум. Қараңыздар, Алла тағала өзі Құранда айтып жатыр. Олардың жүздерін бүркеген секілді дейді. Не нәрсе дегенде қитам минал лейли музлима. Аспандағы қап-қара түнді көресіңдер ғой дейді. Сол қара түнектен кесіп алынған бір бөлік бетіне жапсырылғандай дейді. Қараңыз. Олардың беттері қара болады дейді. Тархақухум зилла. Сондай-ақ оларды қорлық басады дейді. Өйткені Раббылары оларға назар аудармайды. Бұл өте қиын сәт екен. Ла юкаллимухумуллах. Қараңыздар, қандай ауыр нәрселер. Алла тағала олармен сөйлеспейді де. Қараңыздар. Алла тағала олармен сөйлеспейді дейді. Валя янзуру илейхим. Алла оларға қарамайды дейді. Валя юзаккихим. Аллах тағала оларды тазартпайды да дейді. Қиын жағдай. Сол жүздерді аталы ескертіп жатыр біздерге. Сақ болыңдар деп жатыр бізге. Міне бір жүздер ол күні түнереді, қараяды. Басқа бір аяттарда айтқандай, Алла тағала алейха ғобара, ол беттерді топырақ шаң басады дейді. Топырақпен шаң басады. Қап-қара болады, қара түнектей болады дейді. Қара түнектей болады. Сол кезде ол адамдардың жүрегіндегі жағдайды баяндайды Алла тағала енді. Сол жүздері ла илаха иллаллах. Жүздері түнеріп қарайып тұрған адамдардың жүрегіндегі сезімін баяндап жатыр Алла тағала. Қандай күйде ол? Не ойлап тұр ол адам сол сәтте? Алла біледі оны. Соның ойлап тұрған нәрсесін айтады қазір. Тазунну. Ол нақты көзі жетіп тұр дейді оның. Қараңыздар. Оның көзі нақты жетіп тұр дейді. Айюфала биха фақира. Онымен қазір бел омыртқаларын үзу азабының жасалатындығына дейді. Қараңыз. Бел омыртқасын үзу азабының жасалатындығына. Белін сындыру деп аталатын азаптың жасалатындығына көзі нақты жетіп тұр дейді. Өте ауыр жағдай, өте бір ауыр азапқа салынатындығына нақты көзі жетті, және ешкімнің соған жаңағы бұдан аман алып қала алмайтындығына көзі жетті дейді. Неге бір Алла тағалана бел омыртқасы деген нәрсені көздеп жатыр? Мысалы, жалпы ауыртпалықты білдіріп тұрған нәрсе ғой. Ауыр азапты білдіріп тұрған нәрсе, бірақ бұл бел Алла тағалаға еңкеймеген. Бұл бел Раббысына еңкеймеген еді бұна буындар. Қараңыз. Ол не керек ол буын? Пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай, сендердің біреулерің таңертең тұрған кезде дейді, аля кулли сулама садақа. Сенің денеңде қанша буын бар болса, сонша садақа беру керексің дейді әр күні. Қараңыздаршы, қандай нәрсе? Әр күні сонша садақа беру керексің дейді сен. Денеңде қанша буын бар, сонша садақа беру керексің дейді. Сосын Алла тағала бұны жеңілдетіпті. Қараңыз бізге. Сен субханалла деген кезіңде бір садақаны жазып жібереді дейді Алла тағала. Сен альхамдулилля деген кезде бір садақаны жазып жібереді дейді. Сен бір бауырыңды көлігіне мінгізіп жіберген кезде бір садақаны жазып жібереді. Сен оған немесе бір жүгін әпергенде бір садақаны жазып жібереді. Әрбір буынға. Біреуге барып жақсылықты үйретіп жатсаңыз, садақа жазып жібереді. Біреуді жамандықтан қолынан алып қалсаңыз, садақа жазып жібереді. Бір бауырыңа күле салсаң болды екен, садақа жазып жібереді. Қараңыз. Ал енді осының бәрін істеуге тіпті жеңілдеткен екен. Дұға уақытында 2 рәкағат намаз оқи салсаң, түгел буынның садақасын бердің дейді. Қараңыз. Қараңыз қандай. Кім Алла тағалаға жауап берді? Алла тағала оған жеңілдетеді бәрін.
Алла Тағаланың жеңілдігі қандай бізге жасаған. Сондықтан мына буындар ол Раббысына еңкею үшін, сосын сәждеге құлау үшін, ана жүзде Раббысының алдына жығылу үшін жаралған бұл жүз. Сондай бір періштелерді жаратып қойған Алла Тағала. Қараңыздар, жаратқан күннен әлі жаратылысының хақысын, өзінің жаратылғандағы әсемдігінің жаңағы шүкірлігін әлі жеткізе алмай жатқан періштелер. Әлі сәждеде жатыр да, әлі сәждеде жатыр. Құрайштың мүшриктеріне айтады, сендер тәкаппарланып жүргенде дейді, «Валаху ман фис самавати вал арды», көктегілер мен жердегілердің барлығы оныкі дейді. «Ва ман индаху», қараңыздар, оның құзырындағы періштелер, «ла ястакбируна ан ғибадатихи», Алла Тағалаға ғибадат жасаудан тәкаппарланбайды дейді олар. «Ва ла ястахсирун», жалықпайды да дейді олар. Жалықпайды, керісінше хақысын бере алмай жатырмын деп ойлайды. Қараңыз қандай періштелер. «Юсаббихуна лейла ван нахара ла яфтурун», түнде де күндіз де Алла Тағаланы дәріптеумен және үзіліс жасамайды дейді. Ал бізге Алла Тағала үзіліс берген, 5 уақыт намаздың арасының бәрі үзіліс. Бірақ тек Алланы еске алып жүр. Қараңыз. Алла Тағала дүние мен ақыретіңдің жақсылығын қоса бергісі келеді. Ол сізді дүниедегі жақсылықтардан, дүниедегі байлықтан, дүниедегі ақшадан тыймайды Алла Тағала. Тек оны жүрегіңе ұстамаш дейді. Жүрегіңе кіргізбеш дейді оны, қолыңда тұрсыншы дейді. Сұраған кезде оп-оңай беріп жіберетін. Қанша болғанда проблема жоқ. Проблема жүректе болмау оның.